Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай ерекше дәмді қытырлақ фри жасайтын боламын үй жағдайында. Ол үшін бізге осындай 5-6 ғана картошкамыз керек. Енді картошканың көлеміне байланысты көп жасағыларыңыз келсе, өздеріңіз көз мөлшерімен ала бересіздер. Енді мен картошканы жуып, тазалап алдым, сыртын ашып. Енді ортасынан бөліп, осындай көлемде, міне, уақыт алмай қояйын, осылай турап аламыз. Міне мен барлық картопты осылай турап алдым. Енді кастрөлімізге салып, газымызға қайнатып алатын боламыз. Көп дегенде 20-25 минуттың ішінде картопымыз дайын болады. Сосын картопымызды сүзіп алып, бірден езіп, ары қарай қалай жасайтын түрмен бөлсем, видеоның соңына дейін қараңыздар. Енді картошка фри деп жатырмыз. Фриді көп жағдайда біз сатып алып жатамыз. Бірақ енді үй жағдайында қалай жасалатын бөлісейін деп отырмын. Міне достар, бізде картошкамыз осылай пісті, ыстық болып тұр. Енді шаншқымен осылай езіп шығатын боламыз. Міне ыстық қалпында өзі әдемі езіледі. Міне мен осылай барлық картошканы езіп алдым. Міне жақынырақ бір көрсетейін. Картошкамызға біз 1 шай қасықпен тұзымызды саламыз. Міне осылай. Енді сіздерде егерде картошкаларыңыз көп болатын болса, онда 1,5-2 қасықтай салып көз мөлшерімен көресіздер енді. Енді бізде үйде менде қызыл бұрыш жоқ, қара бұрыш екен. Қара бұрыш қосам, негізі қызыл бұрыш қосса әдемі болады да, міне осындай. Енді осыны араластырып аламыз. Енді көп жағдайда мен көз мөлшерімен жасағанды жақсы көремін. Грамдап өлшегеннен гөрі. Енді міне осылай араластырып алдық. Енді үйде осындай паприка бар екен, аздап қалған. Оны да қосып жіберейін. Дәмі әдемірек болсын. Міне осылай. Өзі азғантай қалыпты. Соның барлығын қостым. Енді осыны бір араластырып алып, Міне бізде осындай крахмал үйде бар. Енді осыдан 100 грамдай қосасыздар, енді көз мөлшерімен. Крахмалын көп қосып жатыр деп ойламаңыздар. Енді ұнның орнына пайдаланып жатқаннан кейін, міне осылай қостым. Енді осының барлығын араластырам. Міне, өзі крахмалдың өзі ұстағанда өзі басқаша күшті. Қытырлап жатыр да. Міне осылай енді араластырып шығам. Картошканың өзінде крахмалы бар. Енді бұл зиян емес, біріншіден. Екіншіден, балаларда, ересек адамдарда өте сүйсініп жейді. Өзіміз үйге заказбен алдыртамыз ғой картошка фриді. Сол кезде балалармен қосып таласып өзімізде жеп жатамыз. Оның жанында үйден өзіміз осылай жасағанға ешнәрсе жетпейді. Дайын болды. Енді осыны қазір астына қағаз төсеп, оқтаумен сататын боламыз. Міне жақынырақ көрсетейін. Осындай міне әдемі болып тұр картошкамыз. Міне енді менде қағазымның көлемі кішкентай болғандықтан, картошкамызды 2-ге бөліп алам осылай. Жарты бөлігі ыдысымызда қалдырам. Енді осы жарты бөлігін қағазымыздың бетіне қойып, осылай қолымызбен жазып алатын боламыз. Осылай қолымызбен жазып алғаннан кейін, екінші қағазды бетіне қойып, оқтаумен аздап түзелеп сып жібереміз. Міне осылай ақырын ғана бетін бір ысып шығамыз. Енді қағазымызды бисмилла деп алып осылай. Енді ортасынан осылай пышағымызбен бөліп аламыз.
Енді егерде жан жағы осылай пышақпен түзелеп жіберсеңіз де болады. Жабысатын болғандықтан осылай қағазға жасап жатырмын. Міне осылай. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте керемет, дәмді осындай картошка фрейіміз қазір дайын болады. Уақытты көп алмайды. Біз картошкамыздың піскеніне ғана бір 20-25 минуттай ғана күткен шығармыз. Сол ыстық қалпында езіп бірден жасадық. Енді осындай көлемде ақырын-ақырын кесіп аламыз. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы қарайсыздар енді. Алатын кезде де абайлайсыздар. Өйткені бұл қамырдан жасалып жатқан жоқ. Сондықтан картошка болғандықтан өзі болжырап тұр. Дәл осылай жасап аласыздар. Енді алатын кезде де ақырын көресіздер ғой, осылай бәрін біріктіріп алып, майымызға бір-бірден алып салатын боламыз. Міне достар, мен екеуін де осылай ысып, тіліп алдым. Енді майымызға пісіретін боламыз. Міне бізде майымыз қайнайын деп жатыр. Енді осылай ақырын картошкаларды алып, ақырын саламыз. Екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осылай алып, екі жағы қызарғанша пісіріп ала бересіздер. Керемет шығады. Қандай күшті пісіп жатыр. Екі жағын аударып отырып, осылай майға пісіріп аласыздар. Осылай болып әдемі болып пісіп шығады. Достар, міне бүгінгі мен жасап шыққан осындай картошка фреймім ерекше шыққан. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай видеода. Енді қазір дәмін сіздермен бірге көрейін. Қараңыздар, қытырлап, күтірлеп тұр ғой. Дәмі деген ерекше енді. Енді көз мөлшерімен қосасыздар, ровна қосыппын ғой барлығын. Әдемі, дәмі ерекше, тез әрі вақытты алмайды. Майға тез арада жылдам салып қуырып алдық. Енді маған осының дәмі ерекше бір балықты жеп отқандай болып отырмын. Енді сіздер де міндетті жасап көріңіздер балаларыңызға. Менің балаларыма ұнайды, сондықтан мен жасаймын. Бүгін сол сіздермен осы рецепті бөлісейін дедім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.